Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін Алтын арнасынан көретіндеріңіз. Бруно Гимарайш Ньюкаслда бақыттымын дейді, бірақ та оған қызығып жатқандар көп. Барселонада пікір екіге бөлінді. Бірі Жоао Канселоны алып қалу керек дейді, біреуі керек емес деп жатыр. Реал Мадридта әлемдік деңгейдегі шабуылшылар көбейеді, осылардың құрбаны Родриго болып кетеді ма? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз әдептен озбай, көп созбай бастайық, кеттік. Бруно Гимарайшты білесіздер, өте мықты әлемдік деңгейдегі топ жартылай қорғаушылардың бірі қазіргі таңда. Және де бұл Бруно Гимарайш мен Ньюкаслда бақыттымын деп жатыр. Ал енді алаңда қалай көмегі тиеді командаға, киіну бөлмесінде дәл солай көмектесе алатын ойыншы. Жалпы лидерлік, көшбасшылық қасиеті бар, және де алаңды жақсы көре алады, кесіп пастарды бере алады, және де жақсы соққы жасай алатын мықты ойыншылардың бірі. Бұл 120 миллион евро тұрады қазіргі таңда, өтемақы құны. Бірақ та Чемпиондар лигасында ойнайтын клуб келіп ұсыныс жасайтын болса, 93 миллион евроға Бруно Гимарайшты беруге дайын екен Ньюкасл клубы. Енді Бруно Гимарайштың өзі де Ньюкаслда бақыттымын дегенмен де оның деңгейі емес, оның деңгейі өсу, Чемпиондар лигасын ұту, жалпы лигаларды ұту деген сияқты. Сондықтан да басқа клуб өзіне қарастырары белгілі. 93 миллион евроның өзі оңай емес, бірақ та соған лайықты ойыншы деп айта аламыз Бруно Гимарайшты. Бруно Гимарайшқа қызығушылық танытып отырған клубтар Парис Сен-Жермен клубы қызығушылық танытып отыр, және де Манчестер Сити клубы қызығушылық танытып отыр. Онымен қоса Барселона клубы да қызығушылық танытып отыр. Енді Барселонаның жағдайы келесі маусымда қалай болары белгісіз. Ал енді Манчестер Сити және де Парис Сен-Жермен клубтары ешқандай қиналмай қатарларына қоса алады. Ал енді Бруно Гимарайштың таңдауы қалай болады? Оған да қарауы керек, клубтар алатын. Жалпы Бруно Гимарайш осы маусымнан кейін Ньюкасл клубынан кетеді деген ақпараттар өте көп инсайдерларда. Ал енді осы маусымның соңын күтпей, бүгін-ақ жақсы қуанышты жаңалық хабар естігілеріңіз келсе, біздің сенімді серіктесіміз Пари матч бар, адреналинге толы футбол апталығы, жаңа апта футбол алаңындағы эмоциялардың өрлеуі. Пари матч Қазақстанмен бірге өз фаворитің үшін жанкүйер болып, ойынға қосыл. Біздің сенімді серіктесіміз Пари матч Қазақстаннан 150 мың теңгеге дейін бонус және 2000 теңге қосымша фрибет алғыңыз келсе, видео астындағы сілтемеге өтіңіз. Пари матчтың беріп отырған бұндай мүмкіндігінен қапы қалмаңыз. Пари матч, ойын тізгіні сенің қолыңда. Ойбой, кешегі ойынға тоқталайық, енді тоқталмасқа болмайды. Енді Арсенал клубы қалай қалады, солай ойнады. Ойына келгенін жасады деп айтсақ та болады. Кеше Челси клубы мен Арсенал клубы ойнаған болатын. Челси мүлдем алаңда болмады деп есептей аламыз. Енді бірінші таймда сәл жақсы ойнады. Бірақ әлбетте екінші тайммен салыстырғанда ғана. Бұл енді жалпы ең Челсидің тарихындағы нашар маусым. Челси тарихында алғаш рет 58 гол жіберіп алып тұр екен. Алда әлі гол жіберетін доптары бар, командалар бар деген сияқты. Челси масқара болды кешегі ойында. Қайта Джексонды төреші аяп, алаңнан қуып жіберген жоқ. Мынандай жағдайда алаңнан бірден қуып жатыр қазіргі төрешілер. Бәлкім ойынға сәл қызық қалсын деген шығар. Джексон алаңда қалғанымен қызық алаңда қалған жоқ. Кеше Арсенал бірақ команда ойнады деп айтсақ болады. Енді мен кеше айтқан болатынмын. Челси клубы жоқ дегенде бір гол салады. Болмаса бір голдан көп гол салады деп ойлағанмын. Енді Кол Палмер алаңға шықпай қапты, айналайын-ау. Кол Палмерға сенген мен деп ақталып кетейін ба десем, бірақ команда бір ойыншыдан тұрмайды. Кеше Кол Палмер алаңда болған күннің өзінде шашып тастайтын еді Арсенал. Кешегі Арсеналдың ойыншылары ортада Месут Өзил, Кросс, Модрич жүрген сияқты, немесе барлық жерде солар жүрген сияқты болып көрінді. Әр пасының бәрі өтіп, тамаша ойын көрсетті Арсенал клубы. Кай Хаверс гол салды және де тойлады. Демек оған Челсиде жүрген кезі ұнамады. Оны жанкүйерлер жек көріп, клуб ақтап алмады. Ал Арсеналда оны Артета қолдайды.
клуб қолдайды деген сияқты. Жалпы Кай Хаверс Арсеналда бақытты және де кеше соны көрсетті. Ал енді Челси клубының кешегі ойыннан кейін Почеттино қалат қалмайды деп ойланудың өзі қиын сияқты. Почеттино бәрібір де кетіп қалады. Әңгіменің бәрі осыған келіп тіреледі, немесе сол бір ойыншыға байланып қалды ма? Кол Палмер болмаса Челси жоқ деген сөз ба? Соны түсіне алмай жатырмыз. Осымен екінші рет Челси мені лақтырып кетті. Манчестер Ситиға қарсы да сондай әңгіме айтқан болатынмын. Арсеналға қарсы да ең болмаса бір гол салады, бір голдан көп гол салады деген едім. Екі рет Челси мені өкпелетті. Бапкер деген қарсыластың қақпасына теп демепті. Әңгімемдің бәрі текке кетті ағайын. Қой құрсын, Арсенал мен Челсидің ойынын тез ұмыту керек достар. Көңілім қалды Челсидан да басқадан да. Енді мойынды Брайан Клоп деген жақсы адамға деп қоясың әлгі жерде. Бүгін енді Эвертон мен Ливерпуль ойнайтын болады. Эвертон клубы жалпы Премьер-лигада қалу үшін барын салып жатқан клуб. Қаншама ұпайларын алып тастаса да тырысып жатқан клуб. Және де жақсы ойын көрсете білетін клуб деп айта аламыз. Және де гол сала алады. Бірақ бүгін кешегі ойыннан кейін тоқтап қалдық, қайтып қалдық ондай болжамнан. Бүгін Эвертон клубы Ливерпульға гол салады деуден аулақпыз. Бірақ мүмкін. Не дегенмен де бұл екі ойынды қарап тұрсақ, бұл да дерби болып саналады. Бұл дербида Ливерпуль осы жыл бойы Эвертонмен кездескелі жеңіп келе жатқан клуб екені белгілі. Нағып осы ойынға келіп бәрі өзгеріп кете қояды екен. Сондықтан да ештеңе өзгермейді. Клуб бүгін жеңіске жетеді. Эвертонға қарағанда клубтың мотивациясы, Ливерпульдің мотивациясы жоғары деп санаймын. Және де бүгін қалайда жеңіске жетуі керек. Себебі АПЛ-дың соңғы турына дейін Ливерпуль клубы бірінші орынға таласуы керек. Жай ғана қиналмай, ойланбай, қиындатпай Ливерпуль клубы жеңіске жетеді деген болжамды ғана ала салайық. Ал сіздер енді көріңіздер, мына бала дұрыс айтып жатыр десеңіздер, немесе кеше осыны келмей қалды, өзімізді басқа бір болжам көрейікші десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз, сіз қандай болжам жасасаңыз да сізге бонус беретін ұмытпаңыздар. Енді мен Ливерпульдің соңына дейін АПЛ-да таласқанын қалаймын, қызық болуы үшін. Сондықтан да бүгінгі таңда, бүгінгі ойында Ливерпуль жеңіске жетеді деген ойым бар. Өздеріңіз білесіздер, Барселонаға Жао атты екі мықты ойыншы келген болатын. Біреуі Жао Кансело, біреуі Жао Феликс. Енді Жао Кансело жайлы бүгін сұхбаттасайық. Бұл екеуін де Барселона алып қалғысы келеді, бірақ несін береді дегенде сұрақтар бар. Бірақ әсіресе осы қапталдағы қорғаушы Жао Канселоны алып қалайық деген ниетте отырған осы уақытқа дейін. Ал енді кеше ғана Mundo Deportivo бір таңғаларлық ақпараттарды шығарды. Барселона Жао Канселоны алғысы келмей қалды дейді. Неге десе, себебі соңғы екі ойын Канселоға деген үміттің бәрін шағып тастады, бұзып тастады. Болашақта да көп қателесуі мүмкін деген ақпараттарды шығарған екен. Ол қай ойындар десеңіздер, Парис Сен-Жерменге қарсы ойнаған ойында мүлдем керек емес пенальтиді Барселонаның қақпасына Жао Кансело алып келген болатын, Дембелені шалып. Ал одан кейінгі Ел Классикодағы ойында Лукас Васкес Канселоны әбден мазақ қылды. Ар өтем жаныңнан, бер өтем ұстай алмайсың деп Васкес өзі мазақ қылды. Ел Классикода ең керек ойында, және де Парис Сен-Жерменге қарсы ең керек ойында, маңызды ойында Жао Кансело өзін көрсете алмады деп санайды Жоан Лапорта, жалпы Барселонаның басшылары, мамандары. Ал енді осыған Хави Эрнандестің пікірі қайшы, қарама қарсы. Хави Эрнандес айтады, жоқ, Жао Кансело бізге керек ойыншы. Осыншама ұпай алып, осындай жерде тұрғанымыз Жао Канселоның көмегі көп. Сондықтан ол келесі маусымда да бізге көмектесе алатын ойыншы. Жао Кансело командада қалу керек деп отыр. Сіздердің ойларыңызша Жао Канселоны Барселона алып қалу керек па, немесе жіберу керек па, орнына басқа ойыншы қарастыру керек па? Өз ойларыңызды әлбетте пікірге жаза отырыңыздар, ал біз ара қарай жылжимыз. Килиан Мбаппе нақты Реал Мадридқа келеді деген ақпараттар бар, және де осы ақпараттар шыққалы қорқынышты болып жатыр. Килиан Мбаппенің алаңнан тыс жағдайлары. Килиан Мбаппемен бірге өздеріңіз білесіздер, талайлардың көзі түскен жас талант бразилиялық Эндрик келе жатыр. Әлемдік деңгейдегі мықты шабуылшылар Реал Мадридта өте көп, сондықтан да біреуін қалайда сату керек деген ақпараттар шықты. Бұған дейін Винисиус Жуниор кетіп қалуы мүмкін деді, бірақ та Реал Мадридтің басшылықтары Винисиус Жуниорға тиіспейді
кететіндей көрініп жатыр әзірге. Одан бөлек Родриго кетіп қалады деген ақпараттар бар. Родригоның жағдайын қазіргі таңда Парис Сен-Жермен жақсы бақылап отыр. Қандай жағдайлар орын алып жатса аламыз. Килиан Мбаппенің орнын баса алатын мықты ойыншы деп санайды Парис Сен-Жермендіктер. Одан бөлек ПСЖ ғана емес, АПЛ-дан да топ клубтар бар. Жалпы Родригоның трансферін және жалақысын көтере алатын клубтар көп емес әлемде. Сол АПЛ-да жақсы жағдайы бар клубтардың бір-екеуі Челси клубы және де Манчестер Юнайтед клубы Родригоны өздерінің қатарларында көргісі келеді. Және де АПЛ-ға бару мүмкін деген ақпараттар өте көп Родригоның жан-жағында. Родриго меніңше осы аталып өткен 3 клубта да тұншығып қалмайды. Жақсы ашыла біледі. Челсиға барса да ашыла біледі, өзінің орнын таба алады. Манчестер Юнайтедке барса да ашыла біледі, өзінің орнын таба алады. Парис Сен-Жерменге барса да ашыла біледі, өзінің орнын таба алады. Себебі 3 клубтың бапкері де бұндай ойыншыға қазіргі таңда мұқтаж деп айта аламыз. Ал енді Реал Мадридте қалса тұншығып қалу мүмкін. Себебі көп алмасу керек. Біреу шығарса, біреу ренжиді, біреу қалқпаса тағы болмайды деген сияқты әртүрлі ойындарда көреді. Солай өзінің мансабын құртып алуы да мүмкін. Реал Мадридте мүмкін емес мықты жұлдыздардың бәрі жиналып жатыр қазіргі таңда. Сондықтан да өзінің болашағын ойласа, бәлкім кетіп қалғаны да дұрыс шығар. Бірақ Родригоның өзі айтқан болатын, Мбаппе келсе келе берсін, мен бәсекелестікке жақсы қараймын, дұрыс қараймын, мен Реал Мадридте қалғым келеді деп. Енді ары қарай қалай болары белгісіз. Жазғы трансферлік терезеге де көп уақыт қалған жоқ. Сол кезде біле жатармыз қалғанын. Әзірге ақпараттардың айтуы Родриго кетіп қалуы мүмкін дейді. Бүгінге жаңалықтар осы, достар. Егерде болжам жасайын, бәстіген бүгін ойындар көп десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бар екенін ұмытпаңыздар. Және де арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең бастысы, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар. Назарларыңызға рахмет.